Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елім. Арматура гиб дейді ғой. Арматурды майыстыратын мынандай қылып не қылып едім ғой. Мынандай қылып жасап алып едім ғой. Мына уголок, бір уголок. Мынау ұстайтындар ғой. Мынау не? Шплинт. Мынаны салып аласыңыз мынаны. Мынаған. Содан кейін мынау айналып тұратын болды. Мынау екінші уголок тестім. Міне, былай майыстырады трубаны. Мына жерден маған 25 керек болса, мына жерден напильникпен, мына жерде қыр салып аласыңыз 25 сантиметр. Сосын мынандай кішкентай былай майыстырасыңыз, міне жаймен. Майыстырдым да, содан кейін мына головка бар ғой. Головканы былай қоя қоямын да. Көрдіңіз ба? Күш салмайсыңыз. Мынау 10-дық арматура ғой. 90 градус кетті. Енді тағы да қандай керек сізге? Мына жерде менде 30 сантиметр. 30 сантиметр болса, міне 30 сантиметр міне напильникпен істеп қойдым. Мына жерде 80. Міне мына жерде напильникпен 80 қылдым. Міне тағы да көрсетіп жіберейін. Былай кішкене қайырып аламын. Мынаны да істеуге болатын еді, но оны қолым тиген жоқ, уақыт жоқ. Былай қайыр. Былай қайырылады, арматур деген. Құрметті қазақ елім. Арматурды қалай майыстыратын көрсеттім. Мынандай істеп алсаңыз, екі уголок тұрғы, біреу былай, біреу былай. Құрметті қазақ елім, аман болыңыз.